солай. Жалпы кім блокнотпен отырады, сол обязательно директор болады. Оған мен кеше обучениеге қатыстым ғой да, неше адамның алты адамның сабағына қатыстым. Кімнің сөзін жазып алдым, соны мен айта аламын. Ал кімнің сөзін жазып алған жоқпын, тек видеоға түсіріп алдым, мен оны айта алмаймын. Көрдіңіздер ме? Мен мысалы Еркін Ербачаевтың сөзін полный жазып алдым. Еркін Ербачаев айтады, біз дейді, өмірге 2 рет келеміз дейді. Бірінші рет анамыздан туғанда дейді, екінші рет өміріміз өзгергенде дейді. Көрдіңіздер ме? Мен өзімді солай ойлайтын едім. Шынымен Еркін Ербачаев, шынымен солай дедім. Мысалы мен анамнан туғанда 1 рет келдім, екінші рет 50 жасқа келіп, компанияға келіп, сахнаға шығып, табысты болып, сондай әйел болғанда екінші рет келіп отырмын. Көрдіңіз бе? Сонда адамның ойы өзгергенде екінші рет өмірге келеді екенсіңдер дейді. Біздер дейді, тупой карандаш сияқтымыз дейді. Әр адам өзін карандашпен есепте дейді. Біреулер дейді, сына беретін, сондай ұрышы сына беретін карандаш болады дейді. Екіншісі вообще өтпейтін тупой карандаш болады дейді. Кейбіреулер дейді, өткір карандаш болады дейді. Ұшын ұштап алсаң, острый ұштанып деп бүйтіп мына камшат сияқты сондай карандаштар болады дейді. Сондықтан сіз өзіңізді қандай карандаш болғанын қалайсыз? Телефон бар ма? Әрине өткір. Адам ашық болу керек, бәріне ашық болуымыз керек дейді. Сөйтіп Ербачаевтың көптеген жаңағы мысалдарын айта беруге болады да. Адам дейді, мақсат қою керек дейді. Мақсат мынадай сұраққа жауап беру керек дейді. Зачем, сколько, когда деген сұраққа, 3 сұраққа жауап беру керек. Сен мақсаттың алдыңа қойған. Сол мақсатқа қарай жүреміз дейді. Адам лидер болу керек дейді. Лидер адамда арман, мақсат, жоспар болады. Білесіңіз ғой оны? Арман, мақсат, жоспары бар адам қана лидер бола алады. Егер дейді, жаңағы жігерлене алмасаң дейді, жаңағы кімшат айтып кетті ғой, жігерді сен балаларыңнан аласың, жоқтықтан аласың. Мен компанияға не үшін келдім? Жоқ болғасын келдім. Барғылайыншы мен, жағдайымды жақсартайыншы. Маған ешкім қол жайғанда ештеңе бермейді ғой деген мақсатпенен іштен шыққан жігер арқылы келген адамның. Компания төбемізден товарды үйіп беріп жатыр, дұрыс па? 7000-нан астам товар, күнде 2 товар шығып отыр. Компания тұрақты, өте күшті 20 жылдық компания. Екінші, астымыздан адамдар тіркеп жатырмыз. Ол астымыздан өзіміздің тіркеген адамдарымыз, өзімізден кейін тіркеген адамдарымыз, ол өзіміздің екінші мотивациямыз, жігерімізді. Үшінші, қапталдан міне камшат келіп жатыр, тағы міне сол сияқты адамдарымыз бар да, келесі қасыңыздағы адамдар. Ол боковой дейді, қапталдан берілетін мотивация дейді. Бірақ ішіңізден шығатын қажеттілік. Біреуде квартира жоқ, біреуде кейбіреу даже дұрыс тамағы жоқ ішетін, дұрыс киімі жоқ, баласын оқытқысы келеді, ақша жоқ. Пожалуйста, ішіңіздегі мотивация жасаңдар. Ешкімнен артық келмейміз. Кеше видеода түсіріп алып отырмыз. Қырғызстаннан келіп отыр, просто директор да, дейді, келесі жыл келгенде мен элитный директор болуым керек. 15% адам қыздар элитный. Сен директор болып келесің ба деп төменгі статус айтып сондықтан ойланып айтсың. Ұят қой, мынандай жерге келу дейді, мынандай жерге келіп тұр. Элита ашпай дейді, олар көбінесе орысша сөйлейді. Элита ашпаған ма? Элита болып келеді. Сонда арманды жоғарыға қою керек. Арманды жоғарыға қойсаң, соған қалай да жетесің. Мен компанияға келгенде бриллиант болам деп келдім. Оның үстіндегі мен білмеймін, оны жоғары жағын көрген жоқпын. Сосын мен бриллиант болдым десем, мен қайным айтады, бір Наузбек деген қайным бар. Бриллианттан жоғары не бар екен дейді. Білмей қалдым да, сіз жүгіріп келіп іңкәрдан сұрасам, элит деп айт дейді да, сіз қайттан бар, элит деген бар екен деді. Мен соған жетпейсің ба енді дейді. Қара, менде мақсат болған жоқ, сондықтан мен оған жете алмаймын. Менің мақсатым компанияға келгенде бриллиант деп қойдым. Енді бүгін біздер жаңа сабаққа бардық, мана түске дейін қапылып. Мысалы, мен қанша бриллиант бола берейін, өзімнен кіші золотой директор қорға батқан Әлияның сабағына қатысып, бірнеше адаммен барып сабаққа қатысып келдім. Кәдімгі өмірімде ештеңе көрмеген пустой адам болып, пустой дәптерменен, таза дәптермен 9%-те құдағай, мен екеуміз бірдей адам болып бардық. Сол жерден көп нәрсені жазып алдым, үйрендім. Енді мен қайттан арман мақсатымды жазып, қалай жасайын деп жатырмын. Оған уже жоғарғы статус қоям. Содан кейін барып менің мақсатым орындалады. Көрдіңіздер ме? Алладан сұрайсыңдар, оны көз алдарыңа елестетесіңдер, қалай да сіздердің арман мақсаттарың орындалады. Бақыт деген ол ақша емес. Бақыт деген егер сен жан-жағыңа адамдарға көмектессең,
бақыт деген сен біреулерге дұрыс жаңағы садақа берсең, көрдіңіздер ма? Соның өзі дұрыс ақылыңды айтсаң, біреудің семьясына табыс кіргізетіндей сен жағдай жасасаң, сол бақыт қыздар. Қуанасыңдар. Әрбір қуаныш сендерге бақыт сыйлайды. Жан-жағында адамдардың табысты болса, жақсы болса, сіздерге де жақсы. Мемлекетіміз бай болса, әр адамымыз табысты болса, ол бақыт қыздар. Кәмшатқа көп рахмет, өзінің уақытын бөліп, өзінің адамдарын ысып-пыстап, сіздер үшін, біздер үшін келіп, ана жерден көргенін айтып, сөйтіп жатыр. Міне лидер. Бриллиант болмаған несі қалды? Бриллиант болды да қойды. Іші деген бриллиант болған. Кәмшатқа көп рахмет. Кәмшат үнемі жаңа өзің айтқанда үнемі менің мына кітабымды алады да адамдарына тапсырма береді. Мына кімдер ағияларды да мен осы тапсырма беру арқылы оқыттым. Үйіне беріп жіберем. Сен мына тақырыпқа дайындалып келесің деп жұмыс жасайын деп ойламаппын. барлығына 300 теңге тұратын кітаппенен мына кісі міне осы 300 теңге